Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұмсақ, өте керемет болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүт құйып, оның үстіне сұйық май, қант салып, жақсылап араластырамыз. Егер де каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Одан соң бір жұмыртқамызды салып, тағы да осылай жақсылап венчикпен араластырамыз. Бір ас қасық ашытқымызды салып, тағы да осылай араластырып алыңыздар. Алдын ала еленген ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыздың қанғанша илейміз, одан соң бетін жауып 1,5 сағатқа қойып алыңыздар. Қамырды міндетті түрде жылы жерге қойыңыздар, әйтпесе ашымай қалуы мүмкін. Мінекей қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді қамырды түсіріп алып, бөліктерге бөлетін боламыз. Қамырды осындай 2 бөлікке бөліп алғаннан соң, біреуін осындай сопақша тәріздес жасап алыңыздар. Одан соң осындай формада бөліктерге бөліп шығамыз. Енді әр бөлікті осылай қолымызбен жайып, айналдырып, тура видеодағыдай етіп жасап алыңыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін осылай жасадым. Формамызға орналастырып болған соң, бетін осындай пленкамен жауып 20 минутқа қойып алыңыздар. 20 минут мінекей өтті. Булочкаларымыз өте керемет болып көтерілді. Енді бір жұмыртқаның сарыуызына бір ас қасық сүт қосып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алыңыздар. Өте оңай әрі жұмсақ болып шығатын булочкамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.